Біздің атақты ақынымыз, жас ақын еді ол кезде, Олжас Сүлейменов «Азия» деген кітап шықты. Оның атын «Аз», «И» және «Я» деп қойды, бөліп-бөліп. Осы кітап Кремльде үлкен шу тудырды. Міне сол кезде олар бұдан ұлтшылдықты іздеді. Орыс тарихына қарсы көзқарасты іздеді. Орыс билігіне қарсылықты іздеді. Орыс тарихын жоққа шығарушылықты іздеді. Сөйтіп сол кездегі идеология саласын басқарып отқан СССР-дегі үлкен кісілер біздің Олжас Сүлейменовке қатты шүйлікті. Егер Қонаев атамыз болмағанда, Олжастың тағдыры сол кезде не болатыны белгісіз еді. Кітаптарының бәрін тыйым салды, тәркіледі, бірақ өзі аман қалды. Қалайша? Қонаевтың көмегінің арқасында. Қонаевтың жас ақынның жанын түсінуінің арқасында. Оның бәрін оқыған, көз ашқан адамдар қалай болғанын біледі. Сол кезде осы кісі түрлі тәсілдерге барып, саяси мәмілеге барып, Олжасты бәле жаладан аман алып қалды.